Баршаңызға ассалаумалейкум достар, бүгін сіздермен бірге зебра бәлішінің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жау айранымызды болған сода саламыз, айранымыз көпіргенше дейін 5 минут қоя тұрамыз. Ыдысымызға жұмыртқа қантымызды салып, массамыз аппақ көпіргенше дейін миксерлейміз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Содан соң айранымызды құйып, қайтадан миксерлейміз. Енді массамызға ұнымызды біртіндеп қоса отырып венчикпен араластырамыз. Бізде осындай қою қамыр шығуы қажет. Содан соң дайын қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлік қамырымызға какао салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамыр шығуы қажет. Формамызды алып, оны маймен жағып шығамыз. Дайын формамызға біздің қамырларымызды бір ас қасықтан кезек-кезек саламыз. Енді жиналған бәлішіміздің үстінен ағаш таяқшамен сурет саламыз, және бәлішімізді 180 градуста 40-45 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің зебра бәлішіміз дайын, ол өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға бұл бәліш ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны солай қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумалейкум.